Сәлеметсіздер ме? Сіздермен сабақта қолдануға болатын тиімді әдіс-тәсілдермен бөліскім келеді. Бірінші әдіс бұл тұлғаны таны деген әдіс. Яғни тақырыпқа шығуға, тақырыптың қандай тақырып екенін ашуға арналған әдіс. Оны қазір видео барысында толыққанды тоқталатын боламыз. Екінші әдістің түрі бұл АЭБВ деп аталады. Яғни бұл әдіс сабақтың соңында сабақты қорытындылау үшін тест орындатуға тиімді әдістердің бірі. Қазір оған да тоқталамыз. Келесі үшінші әдіс бұл АВС деп аталады. Яғни бұл жерде оқушылар бір-біріне сұрақ қояды. Яғни бізде жаңартылған білім беру бойынша көбінесе оқушылар сөйлеу керек. Осы әдісті қолдансаңыздар, сабақтарыңыз тиімді, жақсы өтетін болады. Келесі әдістің түрі бұл айна, яғни сергіту сәтіне арналған әдістің түрі. Одан кейінгі кластер әдісі, өтілген тақырыпты талқылауға арналған әдістердің бірі. Яғни осыларға енді жеке-жеке тоқталайық. Біздегі бірінші әдістің түрі бұл тұлғаны таны әдісі, яғни тарих сабағында қолданған болатынбыз. Бізде бірінші сурет берілген. Бұл суретте бізде сырымды атұлының суреті бейнеленген. Яғни алдыңғы сабақтарда біз ол туралы өткен болатынбыз. Сол себепті осы суреттерді қоямыз. Яғни осы суреттерді пайдалану арқылы бізде бүгінгі өтетін тақырыпқа шығамыз. Бірінші суретте сырымды атұлының суреті болады. Яғни оқушылардан сұраймыз, кім бейнеленген? Оқушылар жауап береді, сырымды атұлы. Оның көтерілісі қай жылдар аралығында болды? Яғни барлығы біледі. Бұл 1783 және 1797 жылдар аралығында болды. Оқушылар берілген жылдарды белгілейді және кімнің суреті берген соған апарып сәйкестендіреді. Одан кейін бізде келесі сурет кімдікі? Яғни бұл жерде Махамбет Өтемісұлы мен үшінші суретте Исатай Тайманұлының суреті берілген. Яғни ол тақырыпты да алдыңғы сабақта өткен болатын. Сол себепті екеуінің суретін біледі және олардың көтерілісі болған жылдар, яғни 36-38 жылдары көтерілісі болды деп белгілейді. Енді оқушыларға келесі сұрақ қоямыз. Төртінші суретте кім берілген? Төртінші суретте бізде кейбір оқушылар білуі мүмкін, кейбір оқушылар білмеуі мүмкін. Себебі бізде оқушылар кейбір үйден оқып келеді, берілмесе де тақырыбы. Сол себепті олар айтады, бұл суретте Кенесары Қасымұлы берілген. Одан кейін оқушылардан тағы келесі сұрақ қоямыз. Яғни қандай жылдар бізде қалды? Бізде қалған 1837 және 1847 жылдар қалды. Яғни сонда біздің тақырыбымыз қалай болып тұр деген кезде оқушылар өздері жауап береді. Кенесары Қасымұлы бастаған 1837 және 47 жылдардағы көтеріліс. Яғни біз тақырыпқа осылай шығамыз. Яғни тұлғаны таны деген әдісті осылай қолдансақ болады. Келесі әдістің түрі бізде бұл АЭБВ деп аталады. Яғни сыныптағы оқушылар әрқайсысына АЭБВ деген әріптер алдыларына беріледі. Бұл әдісті қолдану бізде сабақтың соңында өте тиімді келеді. Яғни өтілген тақырып бойынша жауаптары, яғни тест сұрақтары беріледі. Тест сұрағында 4 жауап кездеседі. Яғни тақтаға біз тестті қоямыз. Оқушылар өздерінің қолында берілген, мысалы дұрыс жауабы Б болатын болса, Б-ны көтереді. Яғни бір-бірінікін көрмейді. Алдында отырған оқушыға ескертіп айтамыз, артқа қарамасын деп. Сөйтіп әрқайсысы өзінікін көтереді. Сөйтіп біз кім қаншалықты меңгергендігін алыстан байқап көре береміз. Сөйтіп бағалауымызға болады. Кейбір жерлерде бізде телефон болмай қалуы мүмкін, одан кейін платформа қолдана алмай қалуы мүмкін. Сондай кезде бұл әдіс өте тиімді болып есептеледі. Келесі әдіс бізде АБЦ деп аталады. Яғни жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша бізде 80% оқушылар сөйлеу керек. Сол себепті тақырып берілгеннен кейін оқушылар тақырыпты өздері оқып танысқаннан кейін АБЦ деп оқушыларды бөлеміз. Бұл кезде А оқушысы сұрақ қояды, жаңағы өтілген тақырып бойынша. Одан кейін В оқушысы сол сұраққа жауап береді. С оқушысы жауаптарды бақылап, толық болмаса толықтырып отырады. Сөйтіп оқушылар бір-біріне сұрақ қою, жауап беру арқылы бұл тақырыпты қаншалықты меңгергендігін біз бақылап көріп отырамыз. Сол бойынша бағалаймыз.
Келесі әдістің түрі айна әдісі деп аталады. Яғни айна әдісін біз сергіту сәтінде қолданамыз. Яғни оқушылар сабақта мазасызданып немесе шаршап отырған кезде қолдансақ болады. Бұл сергіту сәті негізінде көбінесе соңғы сабақтарда қолдансақ өте тиімді, жақсы өтеді. Яғни оқушылар жұптасып бір-біріне қарама-қарсы тұрады, немесе отырса да болады. Одан кейін бір-бірлеріне көзбен, немесе құлақтарын, немесе қолдарын, бастарын кез келген жаққа бұру арқылы мимикамен өздері кез келген затты жасап отырады. Соған қарама-қарсы отырған адам соның барлығын қайталайды. Яғни айнада біз жасаған зат айна бізде қайталайды, тура сол сияқты қайталайды. Жарты минуттан кейін немесе 1 минуттан кейін оқушылар рөлдерімен алмасып, сөйтіп бір сабақтың 1-2 минут немесе 1,5 минутын осындай сергіту сәтіне арнасақ болады. Сабағымызда тиімді қолдануға болатын әдістердің бір түрі бұл кластер әдісі деп аталады. Яғни тақырыптардың байланыстары туралы сұрақтар құрастырып, оларға жауап іздейді. Идеяларды жинақтайды. Яғни тұжырымды ойларын картаға түсіріп, топтық жұмыс қорғайды. Яғни постер ретінде қорғайды. Кластердің ортасына өздеріне тақырыбына қатысты кез келген сөзді жазады. Мысалы айтатын болсақ, Абай Құнанбайұлы деп жазады. Соған байланысты ақын, қара сөз жазған деген сияқты сөздерін келтіріп жазады да тақтаға шығып, солар туралы толыққанды мағлұмат береді. Яғни оқушыларды барлығын постерге жазып жатпайды, тек қана тірек сөздерді жазады да сол бойынша тақырыпты қорғайды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да түрлі әдіс тәсілдерді салып сіздермен бөлісетін боламыз.